Biz de өзімізді батыр дейміз. Соғысқа қатысып батыр атандық. Бірақ Баукеңнің батырлығының қасында біздікі түкті емес. Жаудың темірдей құрсалған 5 қоршауын бұзып шығып, қатардағы жауынгерден полковник дәрежесіне дейін жеткен, взвод командирінен дивизия командиріне дейін өсіп, қолбасшы атанған, орыстың шовинист генералдарымен айқасып, айтқанын өткізген бірден бір қазақ Бауыржан Момышұлы. Партизан Қасым Қайсен. Біз майданда болып, белуардан қан кештік, тылда жүріп, көз жасымызды көлеттік, күн түндене еңбек етіп, жеңіс үшін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік, намыс алдында ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Сөйтіп, оны абыроймен ақтадық. Жастар біздің болашағымыз, олар біздің ұрпағымыз. Жауынгерлік ақ ватанды адал ниетпен беремін. Ол ватан былай, біздің әруағымызды ұялтпастан ұлы отанымыздың кәдірін, намысын мақтан шетелдіктей азаматтар болып өсіңдер. Өміріміз гүлденіп, әдебиетіміз, мәдениетіміз өркендей берсін. Мерекем құтты болсын, ұлы халқым.